الرحمن الرحيم. الدرس العاشر 10 درس. حميد айтады: من أنت؟ Сен кімсің? Мұхаммад айтады: أنا طالب بالجامعة. Мен студентпін дейді, университетте. أنت طالب جديد? Сен жаңа оқушысың ба? Иә, أنا طالب جديد. Мен жаңа оқушымын. Хамид айтады: من أين أنت? Сен қайдансың? Мұхаммед айтады: أنا من الهند. Мен Индияданмын. Хамид айтады: ما اسمك? ما اسمك? Немесе қысқартып, масмук деп айтамыз. Есімің кім? Мұхаммед айтады: اسمي محمد. Хамид айтады: ومن هذا الفتى الذي معك? ومن هذا الفتى? Фата дегеніміз бала деген сөз. من هذا الفتى? Бұл бала кім? الذي معك? Сенімен бірге тұрған бала кім? Мұхаммед айтады: هو زميلي. Ол менің досым. Замил дегеніміз ол менің досым деген сөз. أهو أيضا من الهند? Ол да Индиядан ба? Мұхаммед айтады: жоқ. هو من اليابان. Ол Жапониядан. Хамид айтады: ما اسمه? масмуху деп қысқартып айтсаңыз да болады. масмуху. Оның есімі кім? Мұхаммед айтады: اسمه حمزة. Хамза. اسمه حمزة. Оның есімі Хамза. Хамид айтады: ما لغتك يا محمد? Сенің тілің қандай, ей Мұхаммад дейді. Мұхаммед айтады: لغتي الأردية. Менің тілім урду тілі. Урду дегеніміз жаңа Индияның тілі. Хамид айтады: أهي لغة سهلة? Ол жеңіл тіл ме? Мұхаммед: نعم هي لغة سهلة. Ол жеңіл тіл. Хамид айтады: وحمزة? және Хамза? ما لغته? Оның тілі қандай? Мұхаммед айтады: لغته اليابانية. Оның тілі жапониялық. وهي لغة صعبة. Ол ауыр тіл. لغة الياباني мынандай да, Жапония тілі. Хамид айтады: أين أبوك يا محمد? Қайда сенің әкең, ей Мұхаммад? Мұхаммед айтады: әби, менің әкем, фил Кувейт. Кувейтте. Хуа табибун шахирун. Ол танымал дәрігер. Хамид айтады: Айна уммук? Сенің анаң қайда? Мұхаммед айтады: Хия айдан фил Кувейт. Ол да Кувейтте. Ма әби, менің әкеммен. Хия мударрисатун. Ол мұғалім. Хунака, сол жерде. Хамид айтады: Азахабта илал Кувейт я Мұхаммад? Сен Кувейтке бардың ба, ей Мұхаммад дейді. Мұхаммад айтады: Я, наам, захабту. Мен барғанмын. Хамид айтады: Вазамилука айна абуху? Сенің досың, оның әкесі қайда? Мұхаммад айтады: Абуху фил Ябан. Оның әкесі Жапонияда. Хуа таджирун кабирун. Ол өте үлкен саудагер. Хамид айтады: Алака ахун я Мұхаммад? Сенің бауырың бар ма, ей Мұхаммад дейді. Мұхаммад айтып жатыр: Наам, иә, ли ахун вахидун. Менің бір бауырым бар дейді. Исмуху Усама. Оның есімі Усама. Вахуа маи. Ол менімен бірге хуна, осында. Фил Мадинати әл-Мудауара. Мәдина Мунауарада, яғни Мәдина қаласында, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қаласында. Валия ухтун вахидатун. Және де менің тағы да бір нем бар? Апам бар, қарындасым немесе сестрам бар дейді. Исмуху Зейнаб. Оның есімі Зейнаб. Уахия, ол фил Ирақ. Ол Иракта дейді. Ма заужиха. Өзінің күйеуімен дейді. Заужуху мухандисун. Оның күйеуі мухандисун, инженер. Хамид айтады: Аиндака сайяратун я ахи? Сенде машина бар ма, ей бауырым? Мұхаммад айтады: Ла, жоқ. Ма инди сайяра? Менде машина жоқ. Инди дарраджа? Менде велосипед бар. Хамза индаху сайяра? Хамза, ода машина бар дейді. Осымен диалог бітті. Келесі бізде жаттығу. Сұрақтарға жауап береміз,
мына сұрақтарға иншалла жауап беруге дайындалып келіңіздер. Осы сұрақтарға жауап берген кезде осы тапсырманы орындайсыздар. Келесі бізде да фил фарағи фима яли дамир. Дамирді қоямыз дейді. Хадихил бинту талибатун. Бұл қыз студент. Исмуха деп айтамыз, немесе исмуху деп айтамыз. Мына екі дамирді қоямыз. Исмуха немесе исмуху. Исмуха десек бұл әйелге қоямыз, исмуху десек еркекке қоямыз. Сонда бұл қыз саудагер, бұл қыз оқушы исмуха деп қоямыз. Исмуха. Оның есімі Зейнеп. Мұхаммад табибун. Мұхаммадун табибун. Мұхаммед ол дәрігер. Ва ибнуху деп қоямыз, өйткені ол ер адам. Ибнуху мухандисун. Тура сол сияқты мына жаққа да қоямыз, мына жаққа да қоямыз, мына жаққа да қоямыз. Және де мына жаққа да қоямыз. Келесі хати хамсату асилатин ва ажвибатин кал миталил ати. Келесі мысалға қарап 5 сұрақ, 5 жауап алып келіңдер дейді. Айындака қаламун? Наам, айынде қаламун. Осыған қарай сұрақ, 5 сұрақ және 5 жауап айтасыңдар. Өздерің сұрақ айтасыңдар, өздерің жауап айтасыңдар. Келесі төртіншісі хати хамсату асилатин ва ажвибатин кал миталил ати. Келесі мысалға қарап 5 сұрақ, 5 жауап айтыңдар дейді. Айындака қаламун? Ла. Айынди қалам. Неқта наам деп айтсаңыздар, неқта ла деп айтасыздар. Тәәммәл ма яли. Қара дейді. Ойлан дейді. Бейтун, үй. Бейти, менің үйім. Бейтука, сенің үйің. Бейтуху, оның үйі. Бейтуха, оның әйелдің үйі. Ха десең, онда ол әйелдікке. Ху десең, еркекке. Келесі. أضف الأسماء الآتية إلى المتكلم والمخاطب والغائب والغائبة كما هو موضح في المثال. Мысалға қарап, мына сөздерге не істейміз? Соңғы нелерді қоямыз. Мысалға, қалам деп келді бізге. Хада қалами, бұл менің қалам. Хада қаламука, бұл сенің қаламың. Қалами, и десең, менікі. Қаламука десең, ол сеніңкі. Қаламуху, оныкі болады, ер адамға. Қаламуха, оның болады, әйелге. Тура сол сияқты. Китабун, осы хада китаби, хада китабука, хада китабуху, хада китабуха. Осылай жазамыз. Осының бәрі. Келесі иқра, оқы дейді. Ли, ләка, ләху, ләха. Менікі, ләка, сенікі, ләху, оныкі, ләха, оныкі, әйелге. Ли ұқтун вахидатун. Менде бір, нем бар? Әпкем бар. Әләка ахун. Сенде бауыр бар ма? Ла, мәли ахун. Жоқ, менде бауыр. Ұхти ләха тифлун сағирун. Менің апам бар, оның бір кішкентай баласы бар. Замили, менің досым. Ләху ахун ва ұхтун, оның бауыры және апасы бар. Нақулу айнди китабун. Біз бүйтіп айтамыз да, айнди китабун, менде кітап бар. Нақулу лиу ахун. Және бүйтіп айтамыз, менде бауыр бар деп айтамыз. Екеуі бірдей мағына біледі. Менде кітап бар, менде бауыр бар. Бірақ айнди ахун деп айтпаймыз. Қараңыздар. Осы айырмашылықты біліп алыңыздар. Яғни айнди деп біз бір заттың бар екенін айтамыз, менде зат бар, ал адам бар екенін сен ли деп айтасың. Менде бауыр бар, ли ахун деп айтасың. Айнди ахун деп айтпайсың. Өйткені айнди дегеніміз бағана айттық не? Бұл затқа қолданылады. Ма'a. Хараджа хамидун ма'a холин. Келесі ма'a дегеніміз ол бірге деген мағынаны білдіреді. Хараджа шықты, хамид кіммен бірге? Холидпен бірге. Хамид Холидпен бірге шықты. Захабат табибу ма'ал мухандис. Дәрігер инженермен бірге кетті. Жаласал мударрису ма'ал мудири. Мұғалім немен бірге кетті? Директормен бірге кетті. Отырды, жаласа отырды. Осылай кете береді. Мән ма'ака я Али. Сенмен бірге кім я Али? Ма'i замили. Менмен бірге менің досым дейді. Аминату ма'аха заужуха. Амина онымен бірге күйеуі. Хараджа аби ма'a минал бейти. Менің әкем үйден шықты. Мән хараджа ма'аху. Кім онымен бірге шықты? Хараджа ма'аху амми. Онымен бірге менің көкем шықты.
Beytun, beytuke, beytuhu, beytuha, beyti. Бұл түсінікті, иә? Әби ва умми фил бейти. Менің әкем және анам үйде дейді. Бұл сөздердің барлығын өздеріңіз аударасыздар. Одан кейін мына жақта адамның есімдері. Енді жаңа сөздер. Замил, дос. Зауж, күйеу. Вахидун, біреу. Фәтән, бала. Мәә, бірге. Тифл, кішкентай бала. Фәтән дегеніміз ол да бала. Тифл дегеніміз сәби. Кувейт, кувейт. Луғатун, ол тіл. Осымен біздің дәрісіміз бітті.